Жаңа үйленген жігітке ең бірінші кезекте керегі сабыр, төзім, басқа ақыл жоқ. Бұдан артық ақылды арнайы бір чартер жалдап, Тибет монахтарының аудиенциясына барып жүгінсеңіз де ешкім айта алмайды. Өйткені бұған дейін бірнеше рет үйленіп көрген бір жытқыр біреу болмасаңыз, тұңғыш рет, бірінші рет үйленіп отырған жігіт жаңа бір қауымдық құрылысқа тосырқайды. Егер еншіңізді бір алып шықпайтын, қара шаңырақта тұратын жігіт болсаңыз, және тағы біраз жұмыс бар. Күйеу ол жұбайының жаңа ортаға тез сіңісіп кетуіне ең бірінші кезекте мүдделі болу керек қой. Әр елдің салты басқа болатыны секілді, әр үйдің де қалыптасқан тәртіптері өзгеше болады. Бұл әйел деген аманат, тәрбиелеп өсірген әкесі аман есен, сау саламат қалпында сізге тапсырды, ендігісі тек сізге байланысты. Құдай алдында, қайын жұрттың алдында, құдалыққа жиналған қауымның көзінше сол аманатты мойныңызға бір жүктеп алған адамсыз, ал адаптациясына көмектеспеу сол аманатқа қиянат жасаған боп шығып жүрмесін. Қалай болған күнде де сіздің жұмысыңыз қасына түнеп шығу ғана емес, осы қызға үйленген сіз, әйел сіздікі, тиісінше бүкіл жауапкершілікте сіздің мойныңызда, бауырым. Ұмытпаңыз.